1905 жылы Ресей империясы тұсында қазақ халқы алғаш рет заңды түрде өз талаптарын білдіріп, Қарқаралы жәрмеңкесінде петиция ұйымдастырды. Қарқаралы петициясына Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді алаш қайраткерлері белсене қатысып, 14 мыңнан астам қол қойды. Бұл тарихи құжатта жер, тіл мәселелерімен қатар дін мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Қарқаралы петициясындағы дін мәселе өте маңызды әрі сол кездегі қазақ қоғамы үшін өзекті тақырыптардың бірі болды. Бұл петицияда дінге байланысты нақты талаптар қойылып, қазақтардың діни еркіндігі мен құқықтарының сақталуы талап етілді. Мәселен, мешіттер мен медреселерді еркін шектеусіз ашуды, қазақтарға өз алдыңа мүфтілік құрып, дін ісінде еркіндік беруді, православие дінін күштеп таңуды, яғни шоқындыру саясатын тоқтатуды талап етті. Қарқаралы петициясында дін мәселесі қазақ халқының рухани тәуелсіздігі мен болмысын сақтаудың бір тетігі ретінде қаралды. Дін қайраткерлері осы күресте тек мешіт ішінде емес, қоғамдық саяси аренада да маңызды орын алды. Олар елдің рухын көтеріп, отарлық езгіге қарсы ұлттық сана қалыптастыруға атсалысты. Бүгінгі жас ұрпақ елді, жерді, дінді сақтау жолындағы батыр бабаларымыз бен қайраткерлеріміздің ерлігін біліп жүруі тиіс. Себебі өткенін ұмытқан ұрпақ тамырынан ажыраған бәйтерек секілді.